Сонымен достар, наконец-то мен өзімнің көптен күткен телефонды алдым бүгін. Бұл телефон аты Realme S71 деп аталады. Бұл түрінен басқа Realme'дің S75 түрі бар және S70 Note деген түрі бар. Бұл телефон әлі коробкасынан ашылған жоқ, қазір ашам. Және қосылған жоқ. Осы телефонды қосбай тұрып мен осы телефон жайлы характеристикасын айтып кетейін тұрмын. Менің алғаным Realme'дің ақ түрі, яғни ақшыл түсі. Бұл түстерден басқа қара және золотисто түсі бар. Золотисто түсі яғни кішкене сарғыштау. Бұл ақ түстен өзгешелігі. Бұл 256 гигабайттық. Камерасы жайлы айтып кететін болсақ, мына екі камераның астында светящий камерасы бар. Бұл әрине камера емес, бірақ сондай жарқылдайды типі. Және частота обновлениесі 120 Гц, мына сыртында жазылып тұр. Бұны қоспағандықтан қазір көрсете алмаймын оны. Разрешение экраны 1600-720. Әрине бұл өте төменгі ортаңғы көрсеткіштердің бірі болып табылады. Бұл дегеніміз яғни экранның көлемі емес, экрандағы пиксельдердің аздығын білдіреді, яғни экран бұлдырауға жақын деген сөзді білдіреді. Және аккумулятор, яғни батарейкасы 6300 мА. Ал өзге телефондарда көбінесе, әрине бұл жоғарғы көрсеткіш, себебі өзге телефондарда бұның 75-інде, S75-те 5800 болып тұр. Ал қалған телефондарда кейбіреуінде 5000 амперді көрсетеді. Қазір енді мен ашып барайын. Бұның бетінде қазір не болу керек? Защитный стекло болу керек. Айтылды ол алған кезде. Міне. Және бұның ішінде несі болады? Чехол болады әрине. Бұның зарядчигіне келетін болсақ, бұл 45 ваттық зарядчик, сондықтан 1,5 сағатта зарядтейді бұл. Және 6300 миллиамперлік батарейка. Бұнымен 2 күн почти без заряд жүруге болады. Және басқа да характеристикасына келетін болсақ, енді қалғаны бұның диагонал экраны алтыда 67 дюйм. Ұзындығы 165 мм, ені 76 мм, қалыңдығы 7,8 мм болады. Жалпы осылай, мен өзім характеристикасын көптеген телефондардың өткеннен бері қарап жүрмін. Короче, достар, мен айтып өткен нәрселер телефон жалпы характеристикасы болады әрине. Енді камерасы туралы немесе звук туралы айтуға болатын еді, әрине. Ол үшін мен біріншіден телефонды қосқан жоқпын, екіншіден оған тағы да көп уақыт кетеді. Ол нәрседе көп уақыт алатын болады. Енді бұйыртса қосайын деп отырмын телефонды. Және жаңа түсіріп жатқанда айтуға ұмытып кеткен нәрселердің біреуі, частота обновлениесі 120 Гц дедім ғой, өзгерту жылдамдығы. Бұл мына бүйтіп басқанда экранның өзгеру жылдамдығы. Сол нәрсенің 120 Гц-дің өзі жоғары көрсеткіштердің бірі болып табылады. Негізінде 90 Гц болады, одан төмен және 60 Гц. Сол 90-60-120 Гц-тар туралы айтып кететін болсақ, мен өзім айтып кеткім келіп тұр да бұл жерде деген. Мен алдында өткенде YouTube'дан көргенмін. Сонда деген 3 телефонда 60-90-120 Гц-тарды салыстырады. Сонда 60 пен 120 Гц-ның арасындағы айырма ғана анық байқалады негізі адамға. Яғни көрпе көзге
ал 60 пен 90 арасындағы айырма және 90-120 герцтардың арасындағы айырма қалай айтсам болады, яғни өте айырмасы көбінесе байқалмайды. Айырма тек 60 пен 120-ның арасында байқалады. Бүгіндікке осы. Енді мен барынша білгенімше осы телефонның характеристикасын айтып кеттім, және басқа да телефондар туралы қараған болатынмын алдынан бері.